Әйелдің өлімі туралы әңгіме. Шыны мынау еді тақсыр, деді жігіт патшаның алдына шарта жүгініп. Әйелді өлтірген мен. Мына шал сол әйелдің әкесі, менің атам, әкемнің інісі еді. Ол қатынмен жолдас болғаныма көп уақыт болды. Онан қалған 3 балам бар. Әйеліммен бірге тұрған өміріміздің ішінде ренжіспей өте тату тұратын едік. Бұл марқұм бір күні науқастанып қалды. Тәуіп шақырып ем істеттім. Көп күн жатып тәуір бола бастады. Тамаққа қарай бастаған кезде көңілің неге шабат жаным деп сұрадым. Ол бехе жемісін жегім келеді деді. Мен Бағдаттың барлық көшесін кезіп бехе жемісін іздедім. Көп кісіден сұрадым. Бармаған бақшам, кезбеген қыстағымда қалған жоқ. Оның маусымының өтіп кеткенінен бе, әлде ажалына себеп болу үшін осылай болуыма, әйтеуір Бағдаттан табылмады. Ақырында біреу, бехе жемісін мұнан іздеп әуре болма. Ол тек қана Басра қаласындағы патшаның бақшасында болады. Патшаның жеуі үшін ғана күнде сонан келтіріп тұрады. Нағыз мұқтаж болсаң, сонда барып, ерінбей сұрастырсаң, ептеп жасырын сатушылардан тауып алуыңа болады деді. Мен 5 күн жүріп, Басраға барып, 3 ділдаға 3 бехе жемісін алып қайттым. Қатыным тұрып кетерліктей халге келмей, төсекте жатыр еді. Жанына қойдым да, өзім дүкенге келіп, саудаға отырдым. Бір кезде кетеңдеген қарағұл қолына бір бехе жемісін ұстап, дүкен алдынан өте берді. Мен көп күн іздеп таппаған жеміс құлға қалай табылады екен деп таңырқадым. Құлға қайдан алдың дедім. Құл күлді. Қайдан алдың дерің бар ма? Ашына жайың болса табыла береді, бұл құрғыр. Осынау бір жерде көңіл жақын бір әйелім болушы еді. Сол байғұс көптен ауру еді. Бүгін бір қолым босап қалған соң, көңілін сұрағалы барсам, өзі жеймін деп байын Басраға жіберіп алдырған 3 бехесінің бірін берді. Сүйіктімнің бергенін жемей, көзіме сүртіп, иіскеп жүрейін деп алып келем деді. Мен оны есткен соң, қараспанның түреуі тайып, төбемнен басып қалғандай болды. Дүкенді тарса бекітіп, үйіме келсем, әйел ұйықтап жатыр. Қасына қойып кеткен 3 бехенің біреуі жоқ. Ей, оңбаған, бехенің біреуі қайда дедім. Ұйықтап жатқан қатынды жұлқылап. Ол көзін ашты да, мен қайдан білейін, ұйықтап қалыппын деді. Оның ар жағында сөзді созып жатуға мұршам келмеді. Және ашу бұрқырап, қазандай қайнады да, құлдың сөзін шын екен деп ұқтым. Пышақты алдым да өкпеден сағақтата салдым. Өзі талықсып жатқан әйел тіл тартуға шамасы келмей өліп кетті. Кілемге орап сандыққа салып, дыжала суына тастап үйіме келдім. Үлкен балам ағыл тегіл жылап жүр екен. Неге жылаған себебін сұрадым. Жаңа шешемнің бас жағында тұрған бехенің бірін алып, көшеде ойнап жүредім. Еңгезердей қарағұл келді де, қайдан алдың деп сұрады. Мен апамның ауруын, әкемнің Басрадан әкелгенін айттым. Ол қолымнан жұлып алды да қашып кетіп қалды. Енді апам ұрсат деп жылап тұрмын, деді балам. Мен ол марқұмның кінәсіз-ақ өлгенін сонда ғана түсіндім. Бармағымды шайнап, қайғы басып, қанды жас көзімді бұлап отырғанда атам келді. Оған барлық оқиғаны сөйледім. Ол да бұл іске қайғырды. Өкінішті жұмысқа ортақ болды. 5 күннен бері күні түні жылаумен отырмыз. Тауықтың балапанындай 3 балам үйде жылайды. Ақырысында менің кесірім уәзірге тиіп, өлгелі жатыр деген соң жүгіріп дар түбіне келіп едім. Ей, ел иесі, әділетті тақсыр, өлтір мені ертерек. Мен сияқты нахақ қан төккен қара бетті, деп жігіт жылады. Патшаның бетіне қайтадан ашулы қан ойнап шықты. Жоқ, мен сені өлтірмеймін, сені алдаған құлды тауып өлтірем, деді. Әңгіме осыған жетіп, Шахаризада әңгіменің аяғын ертеңге қалдырды.